Ан-Ниса сүресі 135-142 аяттар. Уа, иман келтірген жандар, өз қарабастарыңа, ата-аналарыңа, туған-туысқандарыңа тікелей зардабы тиетін болса да, Алла атымен куәлік бергенде тек әділдіктің жолын ғана ұстаныңдар. Дәулетті адамның куәгері болсаң да, кедейге куәлік берсең де еш алалама. Алла алдында олардың еш айырмашылығы жоқ. Жанашылыққа беріліп, жақындардың күйін күйттеймін деп, әділдіктен тайып кетпеңдер. Ал егерде пасықтық жасап, әділ үкімнен жалтарсаңдар, қылмыстарыңды Алла көріп тұр ғой. Уа, иман келтірген жандар! Аллаға, оның елшісіне, оған түсірілген кітап Құранға және бұдан бұрынғы түсірілген кітапқа иман келтіріңдер. Кім Аллаға және періштелеріне, кітаптарына, елшілеріне, ақырет күніне күпірлік етсе, онда оның шын мәнінде қатты адасқаны. Иманға келіп, одан кейін күпірлік етіп, содан соң қайтадан иманға келіп, соңынан қайтадан діннен шығып, кейін күпірлігін арттыра түскен пенделерді Алла ешқашанда кешірмейді. Оларды тура жолға да салмақ емес. Екі жүзділерге Құдайдың жан төзгісіз азап дайындағанын айтып сүйіншіле, уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Мүминдерді емес, кәпірлерді дос тұтқандар қандай ізет жақсылық таппақ. Ақиқатын білер болсаңдар, барлық ізет пен жақсылық Аллаға ғана тән. Алланың сендерге жіберген кітабы Құранда Алланың аятына қарсы келіп, мазақ қылған пенделер басқа әңгімеге ауыспайынша, олардың қастарында отырмаңдар. Олай істемесеңдер, солардың деңгейіне түсесіңдер, деп әмір түсірген еді. Ақиқатын айтар болсақ, Алла мұнафықтар мен кәпірлерді жаһаннамға топтап жинайды. Егерде Алладан бір жеңіс келе қалса, сендерді аңдығандар, біз сендермен бірге болмадық па, дейді. Ал егерде жеңіс кәпірлерге нәсіп етілсе, біз сендерге болысып, мүминдерден қорғамадық па, дейді. Алла қиямет күні сендердің араларыңа үкім жасайды. Жаратқан иеміз мүминдерді кәпірлерге қорлатып қоймайды. Мұнафықтар өздерінше Алланы алдап жүрміз деп ойлайды. Алайда сондай пасық ниеттері үшін өздері жазаға ұшырайды. Олар намазды да адамдарға көз қылу үшін енжарлықпен оқиды. Алла жайлы өте аз ойлайды.